Ал Жұлдыз ханым, келгеніңізге рахмет. Біздің подкасттың қонағы ретінде. Бүгін біз талқылайтын сол тақырыптарымыз инфобизнеске қатысты. Бала тәрбиесі, өзіңіз 4 баланың анасы, көп балалы анасыз. Жалпы қоғамда алаңдатып отқан мәселелер, әйел құқығы, жалпы осы әңгімелерді өрбітетін боламыз. Қазір Инстаграмды ашып қалсақ, онлайн тренинг, онлайн марафон, коучинг сессия деген өте көп, жарнамасы да көп шығады. Осыған қарап отырып, бізде Қазақстанда инфобизнестің қалай қарқын алып келе жатқанын көріп отырмыз да, және оның сұранысы да артып отқанын көріп отырмыз. Бір халық ақпаратқа сусындап қалған сияқты көрінеді да кейде. Жалпы осы инфобизнестің халыққа берері не деп ойлайсыз? Сәлеметсіздер ме? Рахмет шақырғандарыңызға. Бұған қатысты жалпы осы қазіргі таңда актуалды десем де болады. Қазір кез келген енді блогер демей қояйын, ол себебі блогерлер туралы мен көп қозғамаймын, бірақ өнерде жүрген жандар бар, көптеген әншілер бар, қазір өздерінің марафондарын, жалпы курстарын өткізіп жүрген. Мен негізі өзім жалпы осы марафонға қатысты, курсқа қатысты айтар болсам, тек қана жаңағы маман берсе екен деген, өз ісінің маманы. Психолог маман болса, жаңа психологиялық түрде жаңағы курстар болып жатса, марафондар болып жатса, оның ішінде міндетті түрде профессионалды деңгейдегі психолог болса екен деген. Егер де марафон жаңағы денсаулыққа қатысты болып жатса, спорт, жоқ әлде жаңағы фитнес деп жатамыз, соның ішінде міндетті түрде спортпен шұғылданатын, жалпы спорттан хабары бар, фитнеспен өздері білім алған, жалпы өзі маман беріп жатса, мен қолдаймын. Ондай курстарға мен өзім қатысамын. Ал егер де мынау тек жаңағы, білмеймін енді, біреуден үйреніп алып қайталап, жоқ, болады ғой, біреудің материалы, дайын материалын, біреу еңбекпен сонша жазады курсты, сол дайын курсты алады да өзінің қылып шығарып айтып отыратын марафондарды, курстарды мен түсінбеймін. Мен сондай бір жақында мен өзім құрбым курс ашқан болатын. Сол курста мен сондай нәрсе естідім. Тіпті солай жасаған өзі тіпті ұят екен. Менің құрбымның курсына қатысады, ол менің құрбым 1 жыл бойы материал жинайды, еңбектенеді, өзі маманы. Одан кейін сол курсқа әлгі қыз қатысады, өзі қатысып сол курсты сатып алып, кейін толық сол курсты алып, өзі жеке марафон ашып кетеді ғой. Получается, біреудің сонша еңбектеніп жазған курсын алады да, өзі сатып, мен мынандай сабақ беріп жатырмын деп, тіпті ұят екен. Енді мен өзім былай ашып қараған кезде, ой, менің құрбымның жаңағы сабағы ғой жасаған. Ол сабақты біз енді бірге жасадық демей қояйық, бірақ мен бірге ақылдаса отырып, менің де ішінде ойым болған шығар, менде бір кеңестерім болған шығар, соның көзім шалып қалған кезде ұят дедім, бұлай жасамаса екен. Жалпы болашақта біздің енді жастары ұрпағымыз өсіп келе жатыр ғой, ондай нәрсе жасамаса екен. Егер де бір марафонды қолға алатын болса, сол марафонды басынан аяғына дейін біліп, меңгеріп, содан кейін барып халыққа жеткізсе. Өзінің сол жиған тергенін, білімін, тәжірибесін өзінікін берсе екен дейсіз ғой? Иә, өзінікін. Одан кейін тағы мысалы әйелдер арасынан қазір мысалы ата-енесімен қарым-қатынасын жақсарту үшін, ақша блоктарын ашу үшін дейді, отбасын сақтап қалу үшін де түрлі сондай курстарға қатысып жүрген әйелдер көп та. Оны мысалы өзімізде көріп жүрміз. Ойбай, осы курсқа қатыссаң, осы марафонға қатыссаң, ата-енеңмен қарым-қатынасың жақсарады деген рекламалары да бір жарып шығып жатады да. Осыларға көзқарасыңыз? Ата-ене, жаңа қазір әйелдерде ғой, келмейіне деген тақырыптар ол болған да, бар, бола береді. Ол ешқашан таусылмайтын дау. Мен кішкентай кезімде де қарап отырамын бағдарламаларды.
келін мен ененің арасындағы бітпейтін дауды көріп отырамын. Әлде де сол дау бар да. Сол ортада мысалы мен қазір көремін өзім ортамда тақырып бітпейді. Ол сол марафондардың бір көмегі тие ма, сол бір отбасын сақтап қалу үшін немесе бір ата енесімен қарым қатынасын бір жақсарту үшін бір көмегі болады деп ойлайсыз ба? Мен білмеймін, ондай марафондарға енді шын керек. Қарсы демей ақ қояйын, бірақ мен ондайды қолдамаймын. Бұл жерде енді қазақи дәстүр болғаннан кейін, қазақ болғаннан кейін, ол бастағы келе жатқан дәстүр бойынша қазақ жаңағы келін мен ененің арасындағы жаңағы сыйластық, құрмет. Бізде көбінесе мұндай ғой, келіндерді жаңа келіп алып, келін жаман дей береді, біреу келіп алып, ене жаман дей береді. Бұл жерде баяғыда бізде қазақта келіндерін үйге келген түскен келінге міндетті түрде ол үйрететін ене болған. Неге? Өйткені келін ол оған дейін келін болып көрген жоқ қой. Неге ол енесі үйретпеске? Ол білмей келеді. Ол сол жерде жаңағы келін ененің топырағынан деп бекер айтпайды ғой. Өйткені енесі келесі өзінің жаңағы отанын келініне тастайды, жылуын жаңағы келтіріп отыратын, отын сөндірмей отыратын келін болғандықтан, ол ойлаймын, бұл жерде көбінесе ененің рөлі басым болу керек. Уақыт өте келе келін де кейін соған бейімделіп кетеді деп ойлаймын. Бұл жерде ешқандай марафонның қажеті жоқ. Кішкене сауатты артылу керек, білім алу керек деп ойлаймын. Және әркім өз орнын білсе десең. Иә. Адамгершілік болса, мен ойлаймын, бұл ауызбіршілік болады деймін. Марафондарды мен қолдамаймын. Қазір арнайы келін болуға дайындалып жүрген қыздарға арналған марафон. Тамақтың 10 түрі, салаттың 10 түрі, нан жаюды үйретеміз деген сияқты. Сондай нелер шынымен де тренингтер өте көп. Бірақ қандай да бір нәрсені біліп бару керек шығар келін болып барғанда. Мысалы, мен күйеуге шықпағанмын, Гүлнара шыққан баласы бар. Мен қорқамын мысалы. Неге қорқасыз? Бір енді жеп қоямын. Қамыр жаю білмейсіз ба? Қамыр илеу білмейсіз ба? Және бағана Камила екеуміз сөйлесіп отырсақ, бағанағындай психологиялық тренингтердің өзі түп тамыры бір ақпарат. Бірақ әр адам әртүрлі жеткізеді екен. Мысалы, негізі мен де қатысып көрдім да. Мысалы, белгілі бір деңгейде мүмкін менің өзіме, отбасыма әсер етті деп ойладым. Мүмкін ол жерде мен де миыма солай қондырып алған шығармын әйтеуір ше. Себебі мысалы мен қатысқан адам өзіңді өзгерт, айналаң өзгереді деген тақырыпта маған түсіндірді. Мен өзімнің адамдарға деген қарым қатынасымды өзгерттім. Маған деген көзқарас өзгерді. Отбасым Аллаға шүкір қазір деңгейде жақсы да. Камила қатысқан адамға басқаша деңгейде үйреткен екен да. Демек әр адамның өзінің бір түсінуіне байланысты сияқты деп түсіндік екенбіз. Сіздің алдыңызда ғана осы тақырып талқылап отырған болатынбыз. Сіз неден қорқасыз? Мен ба? Енеден оңай шықпай қалу. Ол да бар. Енді бірдеңкені дұрыс жасамай қалсам, бірдеңке деп қалса көтере алмай қалам ба деп, қатты жүрегіме тиіп қала ма деп, енді біздің анамыз бірдеңке деп жатса, оны қатты қабылдамайсың ғой. Нормально. Бірдеңке сынап айтып жатса, жақсы деп нетесің. Ал басқа бір енді бөтен адам болған соң бірдеңке деп жатса, кішкене қатты жүрегіне тиіп қалатын сияқты. Бір жағынан болашақ күйеуің мүмкін қолдамай қала ма сол тұста деген сияқты, бір жалғызға қаласың ба деген бір сондай бір қорқыныштар болады кейде. Сіз ғашық болып көрдіңіз бе? Ғашық болсаңыз, сүйгеніңіз үшін сіз сүйгеніңізді дүниеге алып келген анасын да сүйесіз, жақсы көресіз. Ол бала шақсы да өзі жаман болмайды ғой. Мен де мысалы келін болып түскен кезінде мен дым істей алмайтынмын қолымнан. Шәйнектің астын жағу ғана болмаса, басқа шерт істей алмайтынмын. Енеме айтқан болатынмын, менің қолымнан келмейді. Жасау білмеймін деп басын ашып алған. Сол кезде маған енем айтты, еш саспа, бәрін өзім үйретемін. Енемнің осы уақытқа дейін айтқан бір сөзі бар, адамның істегенін адам істей алады. Сол сөзі мен әлі жадымда, сондықтан кез келген бір іс болсын, жұмыс болсын, қандай да бір қиыншылық болсын, мен
сол сөзді еске аламын да. Расымен де адам істеді ғой оны. Мен де адаммын, демек мен де қолымнан келеді деп. Сөйтіп үйреніп кеттім. Басында бір сет тұзы көп болып кетеді, бір сет тұзы жетпей қалады. Таматы көп болып кетеді, таматы аз болып қалады. Иә, бірақ қазір енді ең дәмді дайындайтын ас мен шығармын деп ойлаймын. Себебі атам да, жолдасым да, балаларым да сүйсініп жейді әрбір тамақты. Ал марафонға келетін болсақ, жаңа өзіңді өзгерт, айналаңды өзгерт деген. Кейде мен кішкене қосылмайтын сияқтымын. Өзіңді өзгерткен күнде де айналаңдағы бір екі адам өзгермесе, оған сен кінәлі емессің ғой. Оны бәрібір қабылдай алмайсың. Сондықтан ол тек қана өзіңе жаңағы зиян келмейтін адамдармен араласу керек шығар. Ал зиян келетін, пайдасы жоқ адамдармен мен ойлаймын, кішкене тек сәлем түзу болып, кішкене дистанция сақтаса деп. Сол? Одан кейін енді қазір енді қоғамда еркек те, әйел де бірдей жұмыс жасайды да. Екеуі бірдей жұмыс жасайды. Бірақ енді үй тірлігіне келген кезде бір еркектер мысалы әйеліне көмектесіп жатады, ал біреулері жоқ, бұл әйелдің тірлігі, әйел істеу керек деп, мысалы әйел жоқ болса аштан аш отыра беретін еркектер де бар да. Нені сонда? Тамақ, үйдің жұмысын. Именно үй тірлігіне келген кезде мысалы екеуі бірдей жұмыс істейді, бірдей ақша табады, екеуі де бірдей шаршап келеді үйге, бірақ үйге келгеннен кейін екеуі бірігіп бір нәрсені жасап жіберу деген жоқ. Жоқ, бұл әйелдің тірлігі, тамақты өзің жасап, немесе баланы өзің қарауың керек деп қарап отыратын еркектерде кездеседі. Жоқ емес та. Қазір не көп, полуфабрикат көп. Қазір не көп, тапсырыс беруге болады. Қазір ол проблема емес. Шығудың жолы бар, иә. Онлайн тапсырыс беру, әсіресе мына карантиннен кейін мен ойлаймын, ол вообще проблема болмау керек сияқты. Немесе тамақты анық әйел істеу керек болса, онда, пожалуйста, күйеуі асырасын, қаражатын берсін, әкелсін, айлығын ақшасын бөлек берсін, және де былай үйдің қаражатын, жаңа продукттың ақшасын бөлек берсін. Онда баста үйленбей жатып келсе алу керек шығар. Негізі бірігіп істегенге жетпейді, негізі. Мен өз басым негізі ас үйде күйеуіңнің жағаласып жүргені дұрыс емес. Либо ол істесін, либо сен істе. Екеуің біреуің. Өйткені біреу келіп тұз салып кетіп, екіншісі бұрыш салып кетсе не болады? Ол дәмсіз болады ғой тамақ. Сондықтан қазан табақтың басына негізі бір адам өзі жауап берген дұрыс шығар. Кейде мынандай да болады, ер адамға басымдық беретін жағдайлар болады, әйел адамға басымдық беріп, бір жерінде келіп, бір жерінде өзіңнің мінезін көрсетіп деген сияқты. Келісетін жерде келісіп, келіспейтін жерде келіспеу. Қалай сонда? Мысалы, жерде келіспеу. Қалай айтсам болады. Енді қайта тренингтарға келейік. Сол тренингтарда айтады, ер адамның алдында әрдайым әлсіз болу. Олар сендердің жандарында өздерін күшті сезінеді. Мысалы, судың өзін ашпа дейді. Бер, өздері ашсын. Есікті ашсын. Ал продукт әкелуге көмектессін. Сенімен бірге барсын дейді. Осындай қарапайым жағдайлар, иә? Иә, қарапайым жағдайлар. Кейбір нәрселер әйел адам өзі істеу керек, кейбіреу. Мен түсіндім, жауапкершілікті әйел адам мойнына алып алмаса деп жатсыз ғой, иә? Иә, ол дұрыс негізі. Әйел адам неде көп жауапкершілікті өз мойнына алып алмау керек. Егер ол бастан мойнына алып алса, одан кейін уақыт өте келе, жаңа сіз айтпақшы, өзіңді өзгерт, айналаң өзгереді дегенге ол марафон вообще қатысы болмай қалады. Себебі баста сен күйеуіңді солай үйретіп қойдың ба? А чем проблема? Ертең уақыт өте келе 5-6 жылдан кейін сен осы уақытқа дейін істедің ғой? Чем проблема? Істей берсейші. А ол айтады, жоқ, мен психологиямен марафондарға қатыстым, еркек бүйту керек, сөйтіп, он не поймет уже. Все. Потому что мен өзгердім, сенің өзгергенің, ол басында өзгеріп, соған бейімделіп кету керек еді. Күйеуіңді үйретіп, ойбай, мен әлсізбін, ойбай, мен аны істей алмаймын деп баста үйрету керек. Ал басында сен мойнына, жауапкершілікті мойнына алып алдың ба, онда сен оны бірден емес, жайлап қана жіберу керек сияқты. Дұрыс айтасың, негізі жауапкершілікті мойнына әйел адам көп алмау керек. Ер адам істейтін тірліктер де бар. Отбасына, жалпы бала шағаға ер азамат та, әйел азамат та екеуі жауапты. Ал шариғат бойынша айтатын болсам, ол негізі ер азамат әйелге де, балаға да
жауапты. Инфобизнес деп жатырмыз ғой. Кітап шығардыңыз, 2 ай болды иә шыққанына? 2 ай, сәуір айында шыққан. Сәуірде. Не түрткі болды бұл кітап жазуға? Бұл кітаптың жалпы шығуы да қызық болды мен үшін. Мен осы 10 жылдан кейін бәрі біледі ғой. Тағы да айтып жатырмын, соны 10 жылдан кейін шыққаннан кейін кино түсіп болды. Ол кинодан кейін шаңырақ бағдарламасына шыққан болатынмын. Оған дейін бірақ парақшамды ашқан болатынмын. Өзімнің алғашқы сол жерде көбінесе өзім балаларыма қатысты, бала тәрбиесі туралы көп әңгіме қозғайтынмын. Сөйтіп бір күні жұмыстан кейін маған Ләйлә Сұлтанқызы хабарласты. Ләйлә Сұлтанқызы маған сондай бір идея тастады. Неге бала тәрбиесі туралы жазады екенсің, тәжірибең бар. Енді аз да болса да тәжірибем бар. Енді керемет білгіш деп айтпаймын, бірақ расымен де сәл болса да бар да, 4 балам болғаннан кейін. 10 жасқа дейінгі, қателессем, 12 жасқа дейінгі бала тәрбиесіне қатысты аз да болса жинағаным бар. Сонымен бөліссең қайтеді деді. Әрине бірінші кітапты жазу мен үшін бірден жазушы емеспін, ақын емеспін, қайдан келеді. Сонымен уақыт өте келе келістім. Сөйтіп бұл кітапты командамен қолға алған болатынбыз. Сөйтіп шығардық. Бұл жерде көбінесе бала тәрбиесіне қатысты дер едім, себебі мен өзім әжемнің қолында өстім, әжемнің еркесі болдым. Одан кейін ата-анамның тәрбиесі, одан кейін мынау қазіргі заманауи тәрбие дейміз ғой. Соның бәрі сол бір кітаптың ішінде деп айтар едім. Сол түрткі болды тәрбие, бала тәрбиесі. Ал өзін ақтап жатыр ма кітап? Ол жағына мен жауапты емеспін. Мен өзімнің ісімді мен тарапынан оны атқардым. Ал бұл жаққа жауап беретін мамандар бар. Әр іске өзі жауап берсе екен деймін да. Ақшаға менің қатысым жоқ. Бала тәрбиесі деп айтып өттіңіз. Мен де жас анамын. 7 ай ғана болды босанғаныма. Енді қараймын, инстаграмыңызды оқып отырамын. Біресе ана жақта жұмыс жасап жатасыз, мына жақта түсірілімде жатасыз, балаларыңыз, 4 балаңыз бар, мысалы 4 бала тұрмақ, бір баланың өзімен кейде үлгере алмайтын кездер болады. Үй тірлігі бар деген сияқты. Соның барлығына қалай үлгересіз? Біз сияқты мына жас аналарға бір үлгі ретінде айтып өтсеңіз. Үлгеруге болады. Адам қаласа кез келген нәрсеге үлгеруге болады. Бір көмекшіңіз біреу бар ма, әлде бәріне өзіңіз? Көмекшім жоқ, бірақ қазіргі таңда мынау мен қазір Алматы қаласына түсірілімге келгендіктен анамды осы Алматыдан Астанаға алдырған болатынмын. Қазір жазғы демалыс болғандықтан анам қарап отыр. Бір 10 шақты күндей қарап берсеңіз, отыра тұрсаңыз, мен түсірілімге барып қайтайын деп осында келдім. Негізі менің көмекшім жоқ. Мен өзім, менің Аллаға шүкір 2 қызым, 13-12-де. Олар маған әрине міндетті түрде көмектеседі. Одан кейін менің балаларым кішкентай емес қой. Ең кенжемнің өзі 6 жарымда қазір. Ақылды, сөзге түсінеді, өздерінің тамақтарын өздері дайындай алады, өздері жуына алады, үйді жинай алады, басқа не керек. Тек қана бас көз болып, жаңа түнде қорқады оларға жалғыз қалуға, анам қарап отырады. Ал тірлікке келетін болса, жұмысқа мен жұмыстың көп болғанын қазіргі таңда, білмеймін, осы биылдан бастап көп болғанын қалаймын. Болашақта ойлаймын, енді бір анамды қасыма алсам ба деп ойлаймын, бірақ та енді қасыма болғанда сол бір қалаға анда-санда қасыма келіп көмектесіп тұрғанға, бірақ тіпті анаммен бірге тұру емес. Көбі ойлайды, сол анасының қолын алып алып бірге тұрады екен деп. Ол олай емес. Өзім енді балаларыммен үлгеруге тұрсамыз. Енді бала тәрбиесінде неге мән бересіз? Бірінші. Мысалы, қазір айтып жатады, мына психолог тыңдау керек, немесе мынаны тыңдамау керек. Енді көп қой қазір, ойбай, компьютер бермеу керек дейді біреу. Енді оған қалай сен қазір телефон мен компьютер көрсетпейсің балаға, себебі қазір заман деген күн сайын дамып жатыр. Баламен баланы білу үшін, балаңды жаңағы сезу үшін бұл жерге ешқандай психологтың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ең алдымен сен балаңды өзің сезсең, және балаңның тілінде өзің сөйлессең.
бізде көбінде қалай үлкендер баламен үлкендерше сөйлеседі. Баланың деңгейінде сөйлесу керек. Бала сол кезде ғана сенің жаңағы сөзіңді қабылдай біледі. Сен жоғарыда бүйтіп балаңа мынаны істе, приказной тонмен айтып, немесе жаңағы ұрсып айтатын болсаң, ол бала саған бүйтіп қарап тұрып қорқады ғой. Иә. Қорқа бастайды, одан кейін жаңағы ол істемейді. Істемеген екен айтуға қорқады, одан кейін өтірік айту деген басталады. Сөйтіп баланың уже психикасы бұзыла бастайды. Ең алдымен мен балалардың тәрбиесіне мән беретін осы. Мен балам осы іс-әрекетімен не айтқысы келді? Осы мінезімен не айтқысы келді екен деймін. Әрбір баламды, мысалы 4-еуі 4 түрлі. Иә, әрине, мен қызым айтады ғой. Мама, я подопытный кролик, да, осы. Үлкен қызым айтады. Ол соны түсінгеніне шүкір деймін да. Я расымен де мен бірінші баламда мен ана болып көрмегем. Это нормально. Я ошибалась где-то. Бұл жерде мен бір қателіктер жіберген шығармын. Я ол үшін мен өзімді сөкпеймін, ол үшін өзімді кінәламаймын. Керісінше мен баламен қосып өзімді дамимын. Өзім жаңағы білмей жатсам, өзім қосымша басқа кітаптарды алып, немесе ақпараттарды осының бәрін жинаймын. Содан кейін барып баланың қалауын өзім тыңдаймын. Ол қызым менің мысалы тұйық, сезімтал, өзі атына сай келеді оған. Ал екінші қызым менің алау десе, өзі алау сондай. Онымен басқа тілде сөйлеу керексің. Үлкен қызымен сен басқа тілмен сөйлессең, өзің ана екінші қызың басқа, үшінші ұлың басқа, төртінші ұлың басқа, мүлдем 4 түрлі. Сондықтан кез келген ана ешқандай психологтың несін маманы жүгінбей-ақ өзі-ақ психолог болады деп ойлаймын. Бірақ кейде болып жатады, мынандай менде бір не болды осы жақын арада. Ауыспалы кезеңде бір қатты қиналғаным, менді түсіне алмай қойдым қызымды. Сол кезде бір жоғарғы білімі маманға, психолог маманға жүгінген болатын, осы жасөспірімдермен жұмыс жасайтын. Өзім барған болатын, сөйлестім. Никакой маған көмек керек, қалай мен не дұрыс жасамай жатырмын. Сөйтіп ол баламен сөйлесті, кездесті. Сол кезде бізге маман кішкене байланыстырып берді, бізді сөйлестіріп берді десем де болады. Себебі дәл ауыспалы кезеңде бала кішкене 2 жол тұрады ғой, соның біреуіне түспей кетейін деп тұрады. Сол дұрыс жолды таңдаса екен деп біз қалаймыз, бірақ соған біз қалай алып келеміз? Оны біз ұрсып кейде алып келуіміз мүмкін да, бірақ ұрсып біз оны ол жолға алып түсіре алмаймыз. Керісінше. Иә, біз оны құртып жіберуіміз мүмкін. Ұрыспай-ақ қазіргі балаларға енді баяғыда енді ұрсып қатал түрде тәрбиелеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өзінің еркіндік беріп, өзінің қалауын айтқыза білу. Сөйтіп біз қазір қызымызбен тіл табыса алдық осы психологтан кейін. Себебі ауыспалы кезең ең ауыр кезеңдер еді, осы жолды мен өзім өткізіп алмайыншы деп дайындалған мен іштей негізі. Осы кезең баланың дұрыс жолға, бұрыс жолға түсу болды. Сол мен үшін жаңағы маңызды. Ары қарай бала өзі, ойлаймын, санасы болса, ары қарай өзі дамып, ары қарай білім алып кетеді. Кейіннен орта қосылады. Кейіннен баланы бұл жерде орта ары қарай алып кетеді. Қай ортаға түсу, соңында өткізіп алмау керек. Негізі біз енді ойлаймын ғой, мектепті қашан бітірсем, кейін бітірсем екен деп асығатынмын, бірақ мектеп бітіргенмен өмірлік мектеп әлі біткен жоқ та, керісінше енді басталып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, әрбір ана даму үстінде болса екен деймін, баласымен бірге өссе екен деймін. Баяғыда біздер бүйтіп өстік екен деп отырмай, әрине, заман деген өзгеріп жатыр ғой. Иә, заманауи баланы түсініп, баланың тыңдайтын өлеңін қабылдап, мысалы қазір олар не тыңдайды? Біз түсінбейтін тілді тыңдайды, біз түсінбейтін әндерді тыңдайды. Бірақ просто делать вид, что тебе нравится, что поддерживаешь ребенка. Ол сөйтіп, ол уақытша ғой, уақытша ол әнді тыңдайды, өтеді, қазір басқа әнді тыңдайды, мысалы менің қыздарым. Басында мен түсінбейтін әндерді тыңдайды, жарайды тыңдадым, күшті екен деп қойдым. Ал қазір қарасам, бір 6 айдың ішінде өзгеріп кетті. Талғам өзгерді. Талғам өзгерді. Ол уақыт өтеді екен.
сол уақыт өтіп кетті. Қазір басқа уақытта қазір кішкене дұрыстау деген әндерді тыңдайды. Сол сияқты да баланың жаңағы талғамына мүмкіндік беру. Ой, бұл ән онша емес, бұл боқтайды андай мындай демей, деп түсіне біліп, оны қабылдап бірге көрсек. Давай бірге көрейік, давай бірге барайық, давай шығайық бірге деген сияқты. Бізде ой, ол жаққа барғым келмейді. Бұл жерде хотение родителей, желание родителей, ал бұл жерде баланың да желаниясы бар ғой. Соны ескерсек. Мен ойлаймын, егер де сол бір-бірімен сөйлессе, ол ешқандай ұрыс-керіс болмай, реніш өкпе, жаңағы психологияға неге біз жүгінеміз? Потому что біз кезінде осындай нәрсе тәрбиені алғаннан кейін біз жүгіріп жатамыз. Ал баламен қазір біз өсетін болсақ, оған ешқандай психологтың қажет емес. Оның өзі бала өзінің не қажет екенін өзі шешіп алады. Бағана бір сөзіңіз айтып қалдыңыз, әйел адам үнемі даму үстінде болу керек деп. Енді тағы өзімді айтып кетейін деп па, декретте отырған кезде бір 5 ай отыра алдым. Мысалы, сіз енді барлығымыз білеміз, 10 жыл үйде отырдыңыз. 5 ай отырдым да, соны біресе ананы оқығым келеді, біресе мынаны оқығым келеді. Содан соңында өзім мамандығыммен жұмысқа шығып алдым, әлі балаңыз. Сіз қалай 10 жыл отыра алдыңыз? Немен айналыстыңыз 10 жыл отырған кезде үйде? Үй тірлігінен басқа, отбасынан басқа. Үй тірлігінен, отбасынан басқа, бала шағадан басқа, неде уақыт тапшы болды. Басқа тірлік болады. Арт-артынан бала жоқ, басқа тірлік жасайын десең уақыт тапшы да. Сонымен бала бірін-артынан бірі келгеннен кейін енді сен балаларды тастап кетпейсің ғой. Мен үшін 10 жыл деген үлкен сияқты. Қалай шыдады деп ойланамын. Бізде таңғалып тұрмын, мысалы 5 ай отыра алмадым, мысалы 33 жасымда ғана ойланып тұрмын, мен қалай отырдым деп. Жастық жақтың шығар. Жастықтың буы, жастықтың энергиясы, жастық жақтың жаңағы күш-жігерімен, денсаулықтың Аллаға шүкірмен, ең бастысы сол деніміздің саулығының арқасында күш-жігеріміздің, энергиямыздың сосын ыстық махаббат болады жас кезде. Әр нәрсе қызық. Кез келген саған дүние қызық. Тамақ істей алмайсың да, сол тамақты істей алмай келгеннің өзі, сен оны үйренем, пока ты добьешься вот соны идеальный состояниеға жеткізем дегенше, ол да уақыт. Соның өзі саған қызық та. Одан кейін барасың да, жаймен жаңағы торт пісіре бастайсың, басқа тәттілер пісіре, одан банка жаба бастайсың, одан кейін статусың көтереді, деңгейің, әр нәрсенің өзінің деңгейі болады ғой, уақыты болады. Сол себептен мен соның бәрінен пока келіндік неден өтем дегенше, уақыттан, аналық уақыттан өтем дегенше, барын қосқанда сол 10 жылға жиналып қапты да. Енді мақсат сол 10 жыл болған жоқ негізі. Білінбей өтіп кетті. Білінбей өткенде. Білінді. Білінбеді емес, білінді. Просто мен балаларымды қалай өзім өсіргім келді. Қазір олардың жаңағы балалық шағының тәттілігін, олардың жаңағы еңбектегенін, бірінші алғашқы жаңағы тілі шыққанын, тамақ ішкенін, бұлдырлап сөйлегенін, еркелегін, бұзықтық жасаған бәрін көріп өскен өзі саған энергия береді. Соның өзі, ол уақытша нәрсе. Ертең өсет те кетеді. Мен мысалы қыздарыма қараймын ғой. Надо же, тез өсіп кеттім. Сендер сол кезде мынандай едіңдер деп. Зато мен қазір есіме алатын нәрселер өте көп. Такие приятные воспоминания. Сонымен-ақ сен өзің, мен ойлаймын, өмір сүруге болады деп. 10 жыл дедіңіз ғой, енді соны қорытындылайын енді. 10 жыл мен үшін ойлайды, азап көрді, қиыншылық көрді, жаңа неде зынданда отырды деген сияқты. Қамап ұстады. Жоқ, мен отбасылық бақыттың ішінде болдым. Ол семейный очаг дейді ғой. Соның несінде отырдым, мен балаларымды қорғап отырдым деп ойлаймын. Қазір мен балаларымды ерте бастан шығарып қойсам, мен көз тиеді ме, сөз тиеді ме, кім біледі. Сондықтан балаларымның оны қатқанша дейді ғой, қатқанша, өскенше балаларыммен бірге кейіннен өсем деп ойладым да. Менде өзімнің ойымда, ішкі сезімде, түйімде түбі мен шығамын. Түбі мен бәрібір мамандығым бойынша жұмыс істеймін. Ал мен балаларымды өсіріп алайын. Менің ең басты осы менің жаңағы мақсатым болып балаларым аяқтанып кетсе, ары қарай бала бақшаға барады, ары қарай мектепке барады. Қазірдің өзінде Құдайға шүкір, міне
мектепке барады. Мен 10 жылда жаңағы қиыншылықпен бірге енді өзі қуанышта қатар жүреді ғой. Енді қиыншылық болса да, аз да болса уақытта қиналсам да, мен оны күліп еске аламын. Күліп еске аламын, мен одан өттім. Одан мен жаман болған жоқпын, керісінше пістім. Сондықтан мен үшін қазір қарасам, ол жердегі қиналған кейбір сәттерім мен үшін сабақ болып, қазір мен одан оңай өтіп кетіп жатырмын да. Сол үшін мен еш нәрседен кеш қалған жоқпын деп ойлаймын. Қазір әдемі жасымда, әдемі уақытымда шықтым. Әр нәрсенің өзінің уақыты болады, әр нәрсенің өзінің дәуірі болады. Мен ойлаймын, осы менің осылай жүргенімде, осылай шыққанымда өзінің бір дәуірі болатын шығар. Бұл да өтеді, кетеді. Кейін немере болады. Қыздарымызды, ұлдарымызды үйленгеннен кейін немеремен отыратын шығармын бәлкім.